Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Мен қасында Батыр Секенов ағамыз. Қазір біз маңызды ауыл шаруашылығына байланысты бір сұрақ талқылайтын боламыз. Батыр аға, мысал үшін ауыл шаруашылығымен айналысатын жаңағыдай жас балалар қой кезекте я болмаса жылқы іздеп жүріп, қызыл кітапқа енген өлген арқардың бас сүйегін тауып алып үйге алып кетсе, ол заңды түрде қалай болады? Ол заң түрде ол айыппұл салынады. Себебі ол қызыл кітапқа енген. Ертең мысалы полиция келіп, инспекторлар келіп, үйінде тексеріп, бір басқа жағдаймен көріп қалса, сұрақ болады. Қайда? Оны сен үшін дәлелдеу керек. Оны дәлелдемейсің. Айтасың, тауып алдым деп, Осы содан кейін осында қиыншылық болмау үшін оны болмайды. Ал мысалы кейбіреулері ойлайды, ой, ана жолда келе жатады, жабай жануар соғып кетеді. Ол түсінікті ғой, болған жағдай. Енді ана соғып кеткен жануарды алуға болмайды. Оны алсаң, ол браконьерство болып саналады. Қоянды соғып кеттің бе, елді соғып кеттің бе, арқарды соғып кеттің бе, оны соғып кеттің, жай болған жағдай. Тиіспеу керек, алмау керек. Ана киіктің мүйізін дәулейсің. Ешкімге қазір тыйым салынғансың, жинауға болмайды. Сол себептен байқаңдар. Бауырларына айт, ешқашанда бар тиіспеңдер. Ол заң сонда біздің Қазақстанда. Құрметті оқырмандар, жастар жаңағыдай жылқы іздеп жүріп, көбісі жаңағыдай бастарды тауып жатады ғой. Көрдіңіз ба, сонда тастап кетіңіздер, үйге алып кетпеңіздер. Өздеріңізге жақсы болады. Ертең қисық көресіңдер. Жақсы, рахмет. Аман болыңдар.